Сәлем достар, бүгін 8 мартқа әдемі шоколадтың сыртын жасайтын боламыз. Ол үшін ең бірінші Pinterestке кіреміз, Pinterestке кіріп, поискқа 8 марта иллюстрация деп тересіздер. И осы жерде неше түрлі әдемі 8 мартқа арналған суреттер шығады, Например, мына қыздың үстін бассаңыздар, неше түрлі тағы да әдемі қыздар шығады. Өзіңізге ұнағанын алыңыз, қайсысы әдемі соны, Мен бір өзі тұрған қызды аламын, например, мына қызды аламын. Осыны аламыз да, мына үш точканы басып, скачать изображение дейміз. Тағы да осы жерден суреттерді алсаңыздар болады. Ұнаған. Енді фон іздесек болады. Енді жабамыз мынаны. Так, X-ті басамыз да. Фон розовый деп жазамыз. И осы жерде неше түрлі фондар шығады. Соның бір өзін таңдаймыз. Қазір гүлі бар фонға кіреміз. Осы жерді ашып, қазір әдемісін, например, ұнап тұрмаған. Осына үш точканы басып, скачать изображение деп сақтап аламыз. Енді PicsArtқа кіреміз. Сол PicsArtқа кіріп, жұмыс істейміз, Кіргеннен кейін плюсті басасыздар обязательно. Сосын плюсті басқаннан кейін фотоға кіреді, все фото деп кіреміз. Енді ең бірінші бізді пустой шаблонымыз керек. Ол үшін пустой шаблонымызды аламыз. Шоколадымыздың шаблонын таңдаймыз, пустой шаблонын. Таңдадық. Енді бағанағы скачать етіп алған суреттерімізді добавить фото дейміз. Сөйтіп, ең бірінші фонымызды аламыз, Сразу қызды да алсақ болады, бірақ мен бірінші фонды аламын. Фонды аламын да осылай үлкейтем. И только мына жерге ғана қоям ортасына. Қыз тұратын жерге созбаймын, осы жерге ғана қоям. Мынау больше, мына қараңыздар, линияны көріп тұрсыздар ғой, шоколадтағы. Соны тура ортасына түсу керек қой. Мынау маған лепестоктар ұнап тұр, кішкене. Осылай қоямын. Все. Әдемі болды. Енді қараңыздар. Добавить фото деймді. Қызды алып келем. Добавить дейм. Қыздың артында ақ фон қалды. Қараңыздар, Eraserға кірмей сразу PicsArt'ның ішінде удалить фон деген бар. Remove BG деп тұр. Бұл бізде взломанный PicsArt болғаннан кейін PicsArt Gold бізден Android'та, сондықтан осылай сразу фонын өшіріп береді. Все, біздікі дайын болды. Көрдіңіздер ме, әдемі болды. Үлкейтеміз қалауыңызша. Осылай. Ортасына, төбесіне ештеме қоймасақ та әдемі болып тұр. С 8 марта деп жазамыз қазір. Мына екі шетіндегі фонды қазір жасаймыз. С 8 марта дейміз да. Марта деп. Галочка. И шрифт таңдаймыз. Курсив таңдай салайын, 8 марта деп әдемі болып шықты. Енді цветін таңдаймыз. Цветі бізде розовый болады. Мына розовый ұнап тұрған жоқ. Пипетканы таңдап, осы жердегі бар розовыйды жасасақ болады. Например, мына розовый 8 марта. Кішкене қанық қылса болады цветін, или мына жерден таңдаса болады. Бұлайна ортасындағы 4-5 тұр ғой, соны жылжытып, жаңағы розовыйды қанық қылсақ болады. Осылай болды, әдемі болды. Енді қараңыздар, стикерге кіресіздер да, белый квадрат дейсіздер. Поиск. Екі шетіне қоятын. Сосын квадрат шығарып береді. И мына жерге, осы жерге қоя саламыз. Осылай созып. Сонда мына жері ақ болады. Қалған жерлері, мынау бет жағы мынандай фон болып тұрады, асты әппақ болады. Все, біздің шоколадымыз дайын. Осы дайын
дизайнды алғыңыз келсе, менің YouTube каналыма тіркелесіздер, және де комментарийға тегін шаблондар десеңіз, мен тегін шаблондар каналын сіздерге сыйлыққа беремін. Қош сау болыңыздар.